Сәлем достар, Let's Cook KZ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін өте ерекше дәмі супер пирог рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер, сіздерге сөзсіз ұнайды. Ең алдымен пирог қамырын дайындаймыз достар. Ол үшін алдын ала еленген 220 грамм ұнға 1 шай қасық толтырып қопсытқыш қосып, екеуін араластырып аламыз. Одан кейін осы ұнға тоңазытқыштан шыққан 100 грамм сары май салып, неге осылайша қолымызбен үгітіп крошка жасаймыз. Енді бөлек ыдысқа 1 жұмыртқа жарамыз. Одан кейін оған 50 грамм қант қосамыз. Және қант ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Соңында осы жұмыртқалы массаны ұнға қосып, өте жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей достар, қамыр дайын, оны пакетке салып, тоңазытқышқа 10-15 минутқа қоя тұрамыз. Ал пирогтың салмасы үшін майлылығы кем дегенде 20%-дық 400 грамм қаймақпен жоғары сапалы 350 грамм варенканы терең ыдысқа салып, әзірше жай ғана осылай араластырып қоямыз. Мен деп варенкасын қолдандым, одан басқа Три желания немесе Любавинка варенкасын қолдансаңыздар да болады. Ал енді достар, осы массаға 2 жұмыртқа жарамыз. Және 2 ас қасық толтырып жүгері крахмалы мен 1 грамм ванилин қосамыз. Мінекей енді барлығын 1 келкі болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Осымен салма да дайын достар. Ал қазір алдын ала дайындап қойған формаға қамырды салып, оны видеода көрсетілгендей 1 келкі тегіс етіп жайып шығамыз. Мен диаметрі 26 см форманы қолдандым. 24 см форманы қолдансаңыздар да болады. Достар, соңында қамырды шанышқымен осылай басып шығуды ұмытпаңыздар. Ал енді орташа туралған бананды қамырдың бетіне мінекей осылайша тізіп қойып шығамыз. Менде осы формаға 3 орташа банан кетті. Мінекей енді достар, салманы құйып, пирогты алдын ала 160 градус қызып тұрған пеште 45-60 минут аралығында пісіреміз. Менде ровно 1 сағат пісті. Егер пештеріңіз қатты қызатын болса, онда 45-50 минутта да пісіп қалуы мүмкін. Мен пирогты пештен алып шықтым достар. Қараңыздар, оның ортасы кішкене осылай шайқатылып тұрады. Бұл қалыпты жағдай, сондықтан одан қорықпаңыздар. Пирогты міндетті түрде алдымен бөлме температурасында шамамен 2-3 сағаттай толық суытып аламыз. Одан кейін тоңазытқышқа 3-4 сағатқа қоямыз. Бұл міндетті шарт достар. Сол кезде пирогтың ортасы жақсы қататын болады. Мінекей достар, пирог толық суып, тоңазытқышта 3 сағат тұрды. Оның ортасы жақсы қатқан. Қазір кесіп ішін көрсетемін. Қараңыздаршы достар, өте әдемі, өте ерекше пирог. Дәмі де енді супер. Бұл пирог менің отбасыма қатты ұнады. Енді мерекеде тек қана осы пирогты пісірші деп сұрап жатыр. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер және рецепт үшін лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет достар. Келесі кездескенше аман сау болайық.